Сәлем қыздар, мен сіздерге қазір роддомға ең керекті заттарды көрсететін боламын. Роддомға арналған сумкалардың негізі қазір дайын түрлері де бар, бірақ мен өзім жинауды шештім, себебі өзіме тек керек заттарды минималды түрде алуға тырыстым. Ең бірінші бізге керек әрине обменная карта, удостоверение, договор, егерде роддоммен жасаған болсаңыз, зарядка, наушник, және де осындай список жазып қойдым, себебі шығар алдында тағы бір тексеріп, чтобы ұмыт кетпес үшін. Ең бірінші мен осындай сорочка алдым, босанар алдында киетін, және де халаты мен сорочканы ең арзан түрін алсаңыз болады, немесе үйдегі ескі сорочканы кисеңіз болады, себебі бұлғанған жағдайда, чтобы жалко болмас үшін. Менде босанғаннан кейін киетін осындай пижама алдым. Үш киімдер, әрине емізуге арналған осындай бюстгальтерлер, одан кейін носки, трусы и тапочки резиновые, жууға ыңғайлы болу үшін. Және мен заколканы жерге қыстырып қойдым, егер вдруг керек болып жатса, іздеп қалмас үшін. Одан кейін баланың киімдері ол понятно шапочки, носочки, антицарапки, және де осындай боди, распашонки, ползунки алдым. Және де осындай балаға пеленкалар алдым, яғни бұлар босанғаннан кейін орауға, выпискаға орауға и сол роддомда жатқан кезде орауға. Алдына одноразовый пеленканың где-то бір-екеуін аламын, может быть, себебі бір пачкасы керек болмай. Так, одан кейін менде вот такие урологические прокладки, вкладыши мынандай кеудеге арналған. Мына 60 штук негізі бәрі керек болмайды, бірақ все равно мен бәрін алып бара саламын. Влажные салфетки балаға арналған, ватные палочки, ватные диски. Және мен осындай сосканы ала барамын, баланы тула сала, соскаға үйретіп көрем. Алдын ала қайнатып, дайындап салып қойдым осыған. Одан кейін подгузник крем. Мен осы фирманы алдым, себебі осы фирманы жақсы деп айтты. Немецкая фирма, присыпкасы да бар. Мен негізі средство для купания и шампунь, сабын, және өзіме де бәріне қолданам деп осы біреуін ғана алдым. Так, сосын осындай кеудеге арналған пуриланды алдым. Кішкентайы ұзаққа жетеді. Ночник алдым. И мынандай пакеттер ешқашан артық болмайды, сондықтан да салып ала салыңыздар. Сосын айтпақшы, еріндеріңіз жарылатын болады. Қазірден бастап бұл жарылатқан шығар. Міндетті түрде бальзам алғаңыздар ерінге жағатын. Одан кейін менің жуынуға арналған заттарым осындай жұмсақ мочалка алдым. Осындай зубная щетка, дезодорант. Мен жерге бальзамды құйып ала салдым. Шампунь, мынандай одноразовый жуынатын заттар. И сосын өзімнің косметичкамды осылай дайындап қойдым. Бұны білмей тұрмын, алып бармаймын ба? Мүмкін шығар кезде жаңағы киімдермен бірге алып кел деп айтамын. Ішінде жаңағы выпрямитель, тарақ, фен бәрі бар. Вот, менің алған заттарым осы. Қалған өзімнің жаңағы выпискаға киетін киімдерімді, жаңағы баланы орайтын пледті, бәрін бір пакетке салып дайындап кетем. Келерде іздеп жүрмей ала салатын.